Джоннидің оқиғасы. Так, мына жерін бір қағып тастайық. Короче, түнде ұйықтап жатсам, жаман тоңып кеттім бар ғой, ё-моё. Оянып қалсам, үйдің іші сап-салқын, даладан жел қатты келіп тұр екен. Енді бәрі нормально болады деген ойдамын, енді барлығын жасап қойдық қой, не дегенмен. Жалпы бұл есікті ауыстыру керек, себебі кейін тағы бұзылуы мүмкін да бұл есік дейтін. Бүгін Бенни көлікті болып қалдым деп еді. Кішкене бамперлерін бояп жіберсем болды деді. Енді сол хабарын күтіп отырмын Бенниден. О, Беннидің өзі де хабарласып жатыр ғой. Алло, бәке, қалай жағдай? Жақсы, Джонни. Джонни, короче, мен Германияға ұшып бара жатырмын. Сенің BMW-ның моторын ауыстыру керек екен. Жаңа осы барлығын болып оталдырып, былай айдап көрсем, астан май дейтін көл болып ағып жатыр. Қазір сол Германияға ұшып бара жатырмын. Мәссаған, өткенде мен айдағанда нормально болып еді ғой барлығы. Осы 2-3 күн бұрын жаңа жұмыс алып едім ғой қасыма. Сол, короче, болгаркамен 1,5 кесем деп мотордың шлангысын кесіп алыпты. Онда мен саған ақша аударып жіберейін. Жо, Джонни, керек емес. Менің жұмысшым бөлдіргесін ақшасын өзім шығарам деді. Жарайды онда. Айтпақшы, мотордың жақсысын аласың ғой, бәке. Давай, Джонни, еш жаспа. Мощный мотор салып беремін. Давай онда, барлығын бітіргесін хабарласасың ғой өзің. Так, мен жаңа не істейін деп жатыр едім, ё-моё. Айтпақшы, Қазақстаннан жемістерге заказ беріп қойып едім, сол бүгін келеді деп жатыр еді. Қазір осы жерге фургон келу керек. Соны түсіріп алу керек сосын. 4 сағаттан кейін. Все, барлығын түсіріп алдым, жайлап жүре беріңіз. Так, все, енді мынаның барлығын сату керек маған. Қысқасын айтқанда, жақында бір магазинмен келісіп қойып едім ғой. Осы жемістерді сатып алам деп еді. Осының барлығы где-то 90 мың или 100 мыңның арасында шықты ғой. Жолымен анау-мынау деген сияқты. Қазір мен бұны 120 мыңға сатам деп айтып келейін. Если что алып жатса, біраз ақша жинап алам. Аға, точно аласыз ғой да осы бағаға? Иә, бауырым, анам дедім ғой. Все, онда қазір әкеліп тастаймын. Ё-моё, короче, мына кісіге 150 мың аласың ба деп едім ғой. Бірден келісті, енді заттарды жайлап әкеліп тастау керек осы жерге. Оппа, все, қазір ана кісіге әкелдім деп айтайын. Все, аға, заттарыңыздың барлығын дымын қалдырмай әкеліп қойдым. Енді смело сата беріңіз. Әкелдің ба? Қазір саған ақшасын берейін. Мә, әнім, ала ғой ақшаңды. Все, аға, если тағы товар келіп жатса айтам ғой. Давай. Так, все, барлығын саттық. Мәссаған, кештеп атып кетті, ё-моё. Мен барып ұйықтайын енді. 3 күннен кейін. Оппа, мына жерін тегістеп жібереміз. Все, вроде болды барлығы. Цемент жағып тегістеп тастадық. Енді қазір барып обед ішіп алу керек. Бенни хабарласып жатыр ғой. Алло, бәке, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, Джонни. Сенің көлігің дайын, кешке келе берсең болады. Жақсы жаңалық қой. Жарайды, онда кешке қарай барамын. Көлікті болды дейсің ғой да, қазір мен тез обед ішіп алайын да, бір ұйықтап, сосын барып кешке бару керек. Кешкі сағат 6. Кеште болыпты ғой, ё-моё. Мен Бенниге баруым керек еді ғой айтпақшы. Мына жерден такси тоқтата салайын. Все, қалаға келдік, енді көлікті көру керек.
Ё-моё, мына менің көлігім ба? Мәссаған, базар жоқ. Смел айдай береді екен ойында да мынаны. Жарыстардан бірінші орынды алып дегендей. Қане, ішіне отырып көрейік. Опа, мәссаған, базар жоқ, іші дерске ғой мынаның. Мә, Бенни, брат, от души саған, ё-моё. Енді мынаны от алдырып, жайлап ауылға асықпай кете берейін. Че там, бауырым, жарысасың ба? Сенімен ба? Айырып тастаймын ғой сені. Кеттік онда. Қазір Жасылжан қанда бастаймыз.